Әл-Малик, Маликул Мүлк есімдерінің қасиеті, Алланың көркем есімдері, 3-4 бөлім. Күллі ғаламның жалғыз иесі, патшалығы мен салтанатында серігі жоқ, патшалығы мен салтанатына серік қоспаған. Мәлик, шексіз билік иесі деген сөз. Құранда Мәликун Нас, барлық адамдардың патшасы. Нас сүресі 2 аят. Әл-Маликул Хак, хақ патша, шын ие. Таха сүресі 114 аят. Мүминун сүресі 116 аят. Әл-Маликул Құддус, өзі қандай мінсіз әрі пәк болса, күллі ғаламды да әрдайым таза ұстаушы. Хашр сүресі 23 аят. Жұма сүресі 1 аят түрінде кездеседі. Мәлику Яумиддин сөзі Құранда 1 аятты кездеседі. Фатиха сүресі 3 аят. Дін, жауапқа тарту һәм үкім шығару күнінің иесі дегенді білдіреді. Маликул мүлк сөздері барша мүліктің иесі дегенді білдіреді. Дүние және ақиреттің билігі жалғыз өзіне тән. Құранда Әл-Имран сүресінің 26 аятында кездеседі. Сондай-ақ көктер мен жердің иелігі, бар билігі бір өзіне тән болған сондай ұлы Құдай деген аят Құранда көптеген жерде кездеседі. Хадид сүресі 2 аят. Нәжім сүресі 31 аят. Фурхан сүресі 2 аят. Нұр сүресі 42 аят. Тағы да сол сияқтылар. Адамдар осы өмірде ең үлкен дәрежені билік, патшалық деп санағанын ойлайтын болсақ, Алланың өзін күллі жаратылыстың шын иесі һәм патшасы ретінде танытуының қаншалықты маңызды екендігін ұғына түсеміз. Шынайы патшалық оған ғана тән, өйткені ол жаратушы, өлтіруші, тірілтуші, қалағандай басқарушы патшалық иесі. Ал адамдардың патшалығы шектеулі. Ешбір серігі жоқ патшалық иесі бұл дүниеде өзінің қалағанына билікті уақытша аманат ретінде береді. Сондықтан дүниедегі патшалар берілген аманатты оның шынайы иесінің ризалығына теріс қолданбауы тиіс. Себебі ақиретте негізгі иесіне оның есебін беретін болады. Құранда мүлік, билік, үкім сұрауға қатысты дұғалар. Содан ол: «Уа Раббым, мені кешіре көр, һәм маған хақ дініңді жер бетінде үстем ету үшін менен кейін бірде-бір жанға лайық болмайтын, жан баласының қолы жетпейтін шексіз билік нәсіп еткейсің. Шүбәсіз сен уахабсың, бергенде бір жолата үйіп төгіп беретін асқан жомартсың» деп жалбарынды. Сад сүресі 35 аят. Мұхаммед былай деп айт: «Уа, бар билік бір өзіне ғана тиесілі болған Алла тағалам. Сен билікті қалағаныңа бересің, һәм қалағаныңнан билікті тартып аласың. Сондай-ақ қалағаныңды үстем етесің және қалағаныңды қор қыласың. Жақсылық атаулы бір өзіңнің ғана қолыңда. Шүбәсіз сен барлық нәрсеге толық құдіреттісің». Әл-Имран сүресі 26 аят. Сол сәтте Мұса: «Уа Раббым, менің сөзім тек өзіме және бауырыма ғана өтеді. Ендеше бізбен мына жүгенсіз кеткен күнәһар қауым арасында өзің билік айтқайсың» деп жалбарынды. Мәида сүресі 25 аят. Пайғамбарымыздың дұғаларынан мысалдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Әзірет Әбу Бәкірге таңертең ұйқыдан оянғанда, түнде ұйықтардың алдында мына дұғаны айтуды өсиет етті: «Аллахым, сен көктерді және жердің жаратушысың, бүкіл нәрсенің иесісің. Мен куәлік етем, сенен басқа құдай жоқ. Нәпсімнің, шайтанның және ортақтардың жамандығынан саған сыйынамын». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Әзірет Муғазға: «Мойныңда таудай қарыз болса да оқыған кезіңде Алланың сені одан құтқаратын мына дұғаны оқы» деп мына дұғаны үйретті: «Уа, бүкіл мүлік атаулының нағыз иесі, күллі әлемді қалағаныңша басқаратын Аллахым, сен мүлікті қалағаныңа бересің, қалағаныңнан тартып аласың.
Сен қалағаныңның абырой беделін арттырасың, қалағаныңды бейшара етесің. Барлық жақсылық пен игілік тек қана сенің құдіретіңде. Сенің бүкіл нәрсеге күшің жетеді. Әлі Имран сүресі 26 аят. Уа, бұ дүние мен ақиреттің рахманы. Бұ дүние мен ақиретте қалағаныңа бересің, қалағаныңа бермейсің. Менің мейіріміңе бөле, сенің мейіріміңнен басқа өзгенің мейіріміне мұқтаж етпе. Әл-Малик есімнің қасиеті. Кімде-кім осы есімді күніне 91 рет оқитын болса, рухани және физикалық тұрғыдан күшті болады. Адамдарға сөзі өтімді, әсерлі болады. Маликул мүлк есімнің қасиеті. Кімде-кім осы көркем есімді күнде 212 рет қайталаса, дүние мүлік пен табысы зиянға ұшырамайды. Рухани және материалдық тұрғыда дәрежесі жоғарылайды. Бұл көркем есімді көп қайталаған адамға Алла тағала байлық пен бақуаттылық насіп етіп, ешкімге тәуелді болмайды.